психологтың өзінің психологы болмаса, сен ол психологқа бару керек емес. Неге жақын адамнан кешірім сұрауға болмайды деп айттыңыз? Әр адам өзіне өзі психолог. Ал психологқа бару деген, яғни сенің бойыңда бір оқылық бар деген сияқты. Құрметті көрермен, бұл ұрпақтар қақтығысы. Бүгінгі бағдарламамыз психология жайында болмақ. Қоғамда кей адамдар психологтың көмегіне жүгінген дұрыс десе, енді бірі оны ұят деп есептеп, сенімсіздікпен қарайды. Қайсысы дұрыс, жауабын бүгінгі подкастта білетін боламыз. Сонымен бүгінгі біздің қонақтарымыз ересек буын өкілі Айгүл Исабаева ханым және де жас буын өкілі Нұрзат Қонышбекқызы. Қош келдіңіздер. Алғашқы сұрағым, психологтың қоғамдағы рөлі қандай? Психолог негізінде жоғары білімі бар маман болып есептелінеді. Негізінде көп адамдар қорқады ғой психолог дегенге. Псих деген сөзден бастап бұрынғы буында бізде андай восприятие деп айтып жатады ғой, тырнақшаның ішінде. Бар да, псих деген сен есіңнен ауысқансың деген сияқты ойлар қабылданған. Ал қазіргі таңда біз жаңа жас буын болғансын, біз оны басқаша қабылдаймыз. Психологпен көбісі психиатрды шатастырып жатады. Негізі психолог ол адамдардың ішкі жан дүниесіндегі болып жатырған құбылыстармен айналысатын маман. Және де көп мәселелердің отбасы ішінде немесе ата-ана қарым-қатынасы бойынша шешімін табу үшін, кеңес алу үшін барады көбіне. Сонда сіздің ойыңыз психологтың көмегіне жүгіну қажет деп ойлайсыз, иә? Иә, мейлінше. Ал Айгүл ханым, сіздің ойыңызды білсек? Мысалы, мен өзіме салсам, әр адамның ойы әр бөлек қой. Мен мысалы, қандай қиындық басымнан өтсе де, еш уақытта ойыма келмепті психологқа жүгінем деп. Өйткені әр адам өз-өзіне психолог, әр адам. Енді қазіргі жас буын оны қалай қабылдайды, енді әркімнің өз еркі. Менің ойым сол. Әр адам өзіне өзі психолог. Нұрзат ханым, сіз мысал үшін психологтың көмегіне жүгініп көрдіңіз бе? Мен жүгінген емеспін, бірақ егерде күрделі шаруалар, мәселелер болып жатырса, әрине неге жүгінбеске? Өйткені бізде қазір адамдар өзінің эмоциональный выгорание деп айтады ғой, эмоционалды түрде құлдырау көбіне болып тұрады. Өйткені қазіргі заманда айтып жатады ғой, современные проблемы требуют современных решений деген сияқты. Сол себепті әрбір нәрсенің өзінің шешімі әртүрлі келеді. Мысалы үшін, сондықтан неге қолданбасқа ол мүмкіндікті егер болып жатырса? Қазіргі таңда, мысал үшін, психологқа бармаудың тағы бір себебі адамдар өзінің мәселесін мойындағысы келмейтін шығар. Бәлкім олар үшін бұл белгілі бір мәселе оларға ауыр тиетін шығар. Мысал үшін, сондықтан да олар оны қозғамай, жай бір жылы жауып қоя салғысы келетін шығар. Айгүл апай, психологтың көмегіне жүгінбеуіңіздің себебі неде деп ойлайсыз? Мысалға, басқа адамға деген сенімсіздік пе, немесе оны профессионал ретінде көрмейсіз бе? Аталарымыз, апаларымыз болды ғой, менің де ата-анам. Мен мүмкін жүгінбеген себебім, менің өз басымды айтайын, мұғалімдер болды менің немде, отбасымда. Мүмкін солардың тәрбиесі шығар. Яғни олар сізге бағдар бере алды, иә? Иә, ол кісілер көп, сол кісілерге көп тыңдайтынмын. Сол кісілердің жүрген тұрғанын, қалай сөйлеу керек, кіммен қалай енді әңгіме бастау керек. Балаларды мысалы қалай асырау керек дегендей. Мысалы, мен енді 3 нәрестені өмірге әкелдім. Құдайға тәуба. Яғни айттыңыз, сіздің отбасыңызда мұғалімдер болды деп, олар сізге тәлім тәрбие берді деген сияқты. Ал сіз өзіңіздің ішкі күйзелістеріңізді, мысалы үшін, бір мәселені шеше алмай жатқанда оларға айттыңыз ба? Яғни сіздің өміріңізде бәрібір де психолог болып тұр, иә? Ақылшы адам, мысалға, басқа тілмен айтсақ. Мен сөздің шыны керек. Мен ешкімге ішімдегі сырымды ашпайтын адаммын. Мен өзім сондай тұлғамын. Ана үлкен буындармен кәдімгі ол кісілер не жасайды? Ол кісілер үлкен адамдар, мысалы бізді мынаны былай жасама, былай жаса деп айтып көрмеген адамдар. Ол кісілер іспен бізге көрсеткен. Өздерінің қимылдарымен, өздерінің сөздерімен, өздерінің жүрістерімен.
сонымен көрсетіп біз сөйтіп тәрбиелеген. Қазір қозғайтын мәселенің бірі ол кейбір адамдар өздерінің эмоцияларын түсінбей жатады, немесе шатыстырып жатады. Біреулер үшін, мысалы үшін, шаршап, жабырқауды біреулер күйзеліске ұшырау деп ойлауы мүмкін. Әрі тағы бір айтатын жағдай, қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында, мысалы үшін, күйзеліске ұшырау бір сәнде сияқты болып көрінеді. Қалай ойлайсыздар, бұлар қоғамда сондай іштей әлсіз адамдарды дайындамайды ма? Негізі әрбір эмоцияны шығару керек дейді. Біз қалай өстік? Мысалы үшін, мен даже ата-анамнан кешірім сұрап үйренген жоқпын. Мысалы, біз бір-бірімізден ешқашан кешірім сұраған жоқпыз. Біз татуласамыз бір моментте, болды, содан кейін осылай өтіп кетті. Біз солай өстік та, мен мысалы солай өстім. Ал менің кішкентай інілерім бар, мен 10 жас аралығындағы. Олар басқаша өсіп жатыр қазір. Олардың қабылдауы басқаша, оларға кешірім сұрай білу керексің. Жылаудың да, мысалы үшін, ер адамдар жыламаған деп айтады ғой, бірақ ол да эмоция да, оны эмоцияны көрсету керексің сен. Барлық эмоцияны сен қабылдамасаң, ол ішкі жан дүниеңе барлығы андай накапливается дейді ғой, барлығы жиналып бір уақытта саған ауру болып шығуы мүмкін, соның барлығы. Сол үшін барлық эмоцияны толықтай көрсете білу керек. Мен сізбен толықтай келсем, ал Айгүл ханым, сіз жаңа айттыңыз, мен мысалы үшін осы тақырыпта мен ешқашан да өзімнің сырымды басқа адамға айтып көрмегенмін деп, мен әрдайым өзім жеңдім деген сияқты. Мүмкін осының құпиясымен, сырымен бізбен бөлсесіз, қалайсыз осындай бір қайсар мінезді бола алдыңыз? Мықтымын деп айта алмаймын. Өз-өзімді ұстай білемін. Бірақ та сырымды ешкімге шашқым да келмейді. Мен жас күнімнен бастап бізді солай тәрбиеледі деп ойлаймын ата-анам. Содан кейін ба менің осындай мінезім тұйық, қайсар, өзіме өзім берік болғаным сол шығар деймін. Содан кейін мен тағы да айта кетейін, ішімде қалып қалмасын. Мен интернатта өскен адаммын. Көп семьялы бала болдық тағы. Әкем марқұм ерте өмірден озды. Содан кейін 9 баланың ішінде мені ғана беріпті интернатқа. Сол жерден алған, ұстаздардан алған тәрбие деп ойлаймын мен. Сол кісілердің. Біз енді совет өкімет кезіндегі балаларымыз ғой, оқыдық. Сол кісілердің тұрыш жүрісіне қарадық. Сол кісілер не айтса, жоқтап алдынан өтпедік. Жаңа айтып кетті ғой, мен ата-анамнан кешірім сұрауды үйренген жоқпын деп. Білесің, кешірім сұрау керек. Бірақ та мүмкін әр адамның өзі мінезі де әртүрлі ғой. Ол әлбетте. Мен мысалы, әлі күнге дейін біреуге артық сөйлеп қойсам, мысалы, ертеңінде алдына барып кешірім сұрайын. Жоқ, ода емес. Мысалы, обществода сен кешірім сұрайсыз. Жақындардың арасында ол бөлек. Жоқ, жақындардың арасында да мен өзімнің туыстарым арасында айтып отырмын қазір. Соны мені мысалы сөйтіп үйреткен. Неге жақын адамнан кешірім сұрауға болмайды деп айттыңыз? Немесе қажет емес деп. Менің ойымша, ара қатынасты жақын ұстау керек деген сияқты, ол мейірмен, сүйіспеншілікпен болу керек деген сияқты, ішінде андай реніш деген болмау керек деген сияқты. Жоқ, ол ондай емес. Мысалы, қараңыз, сен анаң, мен өзім анам негізі қатаңдау, бірақ маған ешқашан еркіндікте өсірген. Ешқашан бұны бүйтпе, сөйтпе деп айтпаған, бірақ өзі қатаң кісі болған. Мысалы үшін, егер біз ренжісіп қалатын болсақ, ол менен кешірім сұрайды, мен одан кешірім сұрамаймын. Бізде сондай, мысалы үшін, ол әр үйде әртүрлі да. Мен мысалы, бірақ менің әкем, ол егер мен кінәлі болып тұрсам да, менен кешірім сұрайтын. Мысалы, қызым кешір деп. Ал мен анам кішкене қатаңдау болды. Сондай болған да, мысалы үшін. Менде негізі екінші әкем да, солай өсірді мені. Мысалы, ол ешқашан маған бүйтіп қабақ шытып қараған емес, бірақ менде бірақ біз уақыт өте мәмілеге келетін едік мама екеуміз. Жүр, тамақ іш дейді, сонымен болды. Сен ренішін ұмытасың, ол да ренішін ұмытады. Бізде сондай. Қазір ондай жағдай болса, ол андай стресс болып, депрессия болып кетуі мүмкін адамдарда, мысалы үшін балалардың арасында. Бізде сондай болған. Бір адам болған екен, «Куриный бульон для души» дейтін кітап бар. Сол кітапта ең бірінші бөлімінде айтады да, бір ғана бет, сол жерде бір история жазылған. Бір әйел адам, мысалы үшін, көп уақыт
бойы тынымсыз жұмыс жасаған ғой. Сол жұмыс жасау барысында ол өзін ұмытқан, отбасын ұмытқан, жаңағындай көңіл бөлуге, өзіне, отбасына көңіл бөлетін уақыты болмаған, және де ең соңында ол рак ауруымен ауырып қалады. Сол рак ауруымен ауырғаннан кейін барып ол өзіне көңіл бөле бастайды, өзінің ішкі жан дүниесіне. Өйткені оған дейін ол былай айтқан кезде стресспен өмір сүріп жатады да, сол моментте түсінеді. Сол моменттен бастап ол өзінің жақындарының жылуын соны сезіне бастайды, психологпен жұмыс жүре бастайды. Солай ол өзі жаңағы внушениемен, оның барлығы негізі психология ғой, самовнушение деген нәрселердің барлығы, ол жаңағы рак ауруын жеңеді сондай жолмен. Сонымен қатар тағы бір мәселе бар біздің қоғамымызда. Мысалы үшін қазір курсты өтіп алып, өзін маманмын дейтін мамандар көп болып кетті, иә. Мысалы үшін кез келген әлеуметтік желіге кіріп қарасаң, екінің бірі психолог дегендей. Бұған сіздердің ойларыңыз қандай? Айтады ғой, психологтың өзінің психологы болмаса, сен ол психологқа бару керек емессің деген сияқты. Өйткені бір нелерді, подкасттарды тыңдаған болатын. Егер де бір психолог 500 сағат білім алмаса, бір өзінің психологынан, ол психолог сенің проблемаңды тыңдап, дұрыс решение қабылдай алмайды, шешім қабылдай алмайды деген тұжырым бар екен психологияда. Сондықтан оны да адамға байланысты дұрыстап қарау керек сияқты. Айта кететіндей, мысалы үшін ересек буынның психологтың көмегі керек емес дейтіндігі, мысалы үшін жаңа Айгүл ханым айта кетті ғой, мен өзім барлығын шештім деп. Менің ойымша бұл қоғамның талабы болды. Сіздің заманыңызда мінсіз адам болу, менде барлығы жақсы деген сияқты нәрселер ол міндетті болды. Ал психологқа бару деген, яғни сенің бойыңда бір оқылық бар деген сияқты. Бәрімізге белгілі, мысалы үшін жұрт не ойлайды, осы туралы жауап бере кетсеңіз. Айгүл ханым, шынымен де солай ма? Енді менің кезімде де болды ғой психологтар. Бірақ та мен жаңа айтып кеттім ғой, менің басымда мысалы, менің жағдайымда менің психологым жаңағы әпкелерім болды. Солардың сөзіне құлақ тыңдайтынмын, ол кісілердің сөздерін. Анам тоже мектепте жұмыс жасаған, жаңағы ұстаздың семьясынан шыққан деп отырмын ғой. Мүмкін сол шығар. Сол кісілердің енді бұрынғы ұстаздар, қазіргі ұстаздар, сен дұрыс жүр, дұрыс сөйле, дұрыс қарым-қатынас болсын, мысалы сыныптастар, үйде де болса да, сыртта да болса да, қай жерде жүрсең де өзіңді жақсы жағынан көрсете білу керек деп ойлаймын. Мен ол өз ойым. Мен әлі күнге дейін сол неде келе жатырмын. Енді уже жасымыз болса, уже талайға келіп қалдық. Мына кісімен де келісемін, мысалы, қазіргі ағыммен бұл кісінікіне дұрыс. Айгүл апай, сізге мынандай сұрақ. Егер де сіздің балаңыз, мысалы үшін, немесе немерелеріңіздің біреуі айтса, мен міне психологқа барайын деп жатырмын десе, сіздің оған деген көзқарасыңыз қандай болады? Көзқарасым тура болады, дұрыс болады, айтам, бар. Енді мен ескі буынмын ғой. Олар жаңа Қазақстанда жаңаша өмір сүру керек. Дұрыс айтатын, мен айттым ғой, жаңа бір мәмілеге келеміз деп. Иә, біз ортасын тапқан сияқтымыз, иә? Менің ойымша, кез келген мәселенің шешімі адамның өзінің ішінде болады, иә? Ал психолог деген, ол осы мәселені шешуде дұрыс сұрақ қоя алатын маман. Сондықтан да кей кездері жан дүниеңізді ретке келтіру үшін осы маманның көмегіне жүгінген әлбетте дұрыс деп санаймын. Сұхбаттарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.